Сәлеметсіздерме? Алдарыңызда тұрған сурет барлықтарыңызға белгілі Сарайшықтың Аққу көлі, алтын қайық аңызы желісі бойынша салынған сурет. Жәнібек ханның тұсында Сарайшықтың батыс жақ бөлігіндегі сайды өгіздермен су тасу арқылы толтырып, қолдан көл жасатқан екен. Бұл көл қаланың ең әдемі орындарының біріне айналыпты. Бұл әдеміліктің жалғасқанын қалаған хан көлдің суын ескертпей үнемі ауыстырып отыруды және көлге құстар келіп қону үшін оны тәттілеп қоюды бұйырады. Ханның барлық балаларынан артық жақсы көретін қызы болыпты. Ол қызына арнап алтыннан қайық жасатып берген екен. Алтын қайық мінген ару қыз көл бетіне серуенге шыққан кезде аққуларға секер төгіп жүріпті. Кенеттен ханның қызы дүние салып, хан қызының өліміне қапаланып, бүкіл қалалықтың көзінше қызының тірі кезінде ұстаған асыл бұйымдарымен және алтын қайығымен бірге бүкіл қалалықтың көзінше жерленмекші болады. Бірақ сабасына түсе келе, қазына іздеген қарақшылар қызының денесін қорлап тастап жүрер деп, өзін де білмейіндей етіп жерлейін деп шешеді. Ханның жалдаған бірнеше адамы сол түні қыздың денесін жерлеп, үстінен үйір-үйір жылқы айдайды. Таң ата уәделескен сыйлықтарын алуға сарайға жақындап келе жатқан адамдарды алдынан ханның жендеттері шығып бастарын алады. Сөйтіп, Сарайшықта алтын қайық жатыр деп аңыз қалған екен.